Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің сабағымыздың бүгінгі оқу мақсаты мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып көтерілетін мәселені болжау және тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу. Демек, оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болмақ? Қалай ойлайсыздар? Мәтіннен алған дәйек сөздерді айтылған ойды одан дамытып, болжам жасау. Және де күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу керек. Жақсы, жарайсыздар. Демек, бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннен алынған дәйек сөздерге сүйеніп, бейне материалға болжам жасаймыз. Ендеше барлығымыз мына экранға назар аударайық. Мына берілген дәйек сөздерге мұқият қараңыздар. Демек, бүгінгі тыңдалым мәтіні не туралы болады? Кім айтады? Назира? Бүгінде мәтіннен тыңдалымда мүмкін көне ескерткіштер туралы және одан руна жазбалары және түркі жазбаларын білеміз деп ойлаймын. Осылардың бәрі асыл арналар. Жақсы, Альмира? Менің ойымша, бүгінгі сабақта біз күлтері көне ескерткіштері туралы айтамыз. Жарайсын. Келесі. Тағы кім қалай ойлайды балалар? Бүгінгі бейне материалымыз. Бүгінгі сабақта біз көне ескерткіштер туралы және оны кім зерттеді және қандай ескерткіштер бар екенін үйренетін боламыз. Өте жақсы. Жарайсыздар. Ендеше барлығымыз балалар экранға назар аударайық. Биіктен көк тәңірі баспаса, төменде жер айрылмаса, түркі халқы ел жұртыңды кім қорлайды? Сібірде айлауда жүрген швед офицері Тавберг Страленберг өз тапқан құлпытастардағы түсініксіз жазуларды руна деп атаған. Руна Скандинавия халықтары тілінде сыры ашылмаған дегенді білдіреді. Тіл білімінде көне түркі жазба ескерткіштеріне қатысты руна жазуы деген атау осылай пайда болды. Дәйекті материалдарды жазып алып отырсаңыздар болады. 1893 жылы қарашаның 25-інде дат ғалымы Вильгельм Томсон көне ескерткіштердегі жазудың түркі халықтарынікі екенін дәлелдеді. Көп ғалым құпиясын аша алмаған жазудан Томсон алғаш болып тәңірі және түрік сөздерін оқыды. Күлтегін жайлығындамыз. Күлтегін азманағын беріп шабуылға ұмтылды. 6 ерін шанышты. Шабуылда 7 ерін қылыштады. Ақтамберді жырауға салыңыз. Жауға шапқын ту байлап, шепті бұздым айғайлап. Өлім деген ойда жоқ, жалынды жүрек қан қайнап. Ерлік жұртын қорғайды, өлімге жүрміз бас байлап. Сонымен балалар, біздің болжамымыз дұрыс екен. Материалымыз не туралы болды? Өте жақсы. Ендеше қане балалар, осы тыңдалымымызды біз 5 сұрақ әдісі бойынша білгенімізді айтып көрейік. Сонымен көне жазбаларға Страленбергтің қандай қатысы бар? Қане? Страленберг ескерткіштегі жазбаларға руна деп атау берген. Көне жазбалар қандай себептен руна жазуы деп аталған? Руна жазуы ежелгі тілдерден аударылғанда сыры ашылмаған деген мағынаны білдіреді.
Өте жақсы, жарайсың. Ал 1893 жылдың 25 қарашасында қандай оқиға орын алды? Амина? 1893 жылдың 25 қарашасында Томсон алғаш рет көне түркі ескерткіштерін тапқан болатын. Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі сұрақ. Тәңірі түрік сөздер туралы не білдіңдер? Томсон тапқан түрік жазбаларында ең бірінші осы тәңірі түрік сөздерін бірінші оқыды. Келесі сұрақ, Альмира. Күлтегін жыры Ахан Енисей өзенінің жағасындағы ескерткіште жазылған. Иә, Күлтегін жыры туралы мәтінде не айтылды дейді. Келесі, көне түрік ескерткіші туралы алғашқы болып мәліметті кім айтқан? Қандай дәлелге ол сүйенді? Кім айтады? Әрсен? Оны швед офицері Страленберг ашты. Және оны көне түркі жазулар деп дәлелдеді. Ал дәлелдеген кім еді? Дильназ? Дәлелдеген Дания ғалымы Вильгельм Томсон. Осы жазбаның түркі халықтарына тиесілі екенін алғаш болып осы ғалым айтқан екен. Ендеше балалар, сабағымыздан қарай жалғастырайық. Бағалау критерийі бойынша біз бүгін сабағымызда қандай мақсатқа қол жеткіздік? Кім айтады? Мадина. Дәйек сөздерге сүйеніп, мәселені анықтады. Және де түрік сөздердің қызметін түсіндік. Сұраққа дәлелді әрі дұрыс жауап бердік. Сөйлеу мәдениетімізді арттырдық. Сөйлеу мәдениетімізді арттырдық. Ендеше балалар, келесі тапсырмамызға көшейік. Осы тапсырмамыз біздің жұптық тапсырма. Бұл жерде тыңдалым мәтінінде туындаған мәселелерді анықтап, осы кестені толтыруымыз керек. Демек, қазір біз не істейміз? Өзара жұптасып жұмыс жасаймыз. Үш бағанға мына көтерілген мәселені және оның себептерін, өз пікірлеріңізді жазасыздар. Сонымен оқушылар, уақытымыз бітті. Кім дайын? Кәне көрсетейік. Дайынбыз ба, оқушылар? Кім келеді тақтаға? Кім келеді? Келе ғой. Біздің тапқан мәліметтер ол Ахан Енисей жазба ескерткіштеріне Күлтегін және Тоныкөк жырлары жатады. Және бұл жыр түркілердің ерлігін, елдігін дәріптейтін тұңғыш жыры болып табылады. Және бұны көне түркі мәдениеті мен бүгінгі қазақ мәдениеті тұтастығымен белгісі деуге болады. 1893 жылы 25 қарашада Томсон алғашқы рет түрік жазбаларын оқыды. Оның себептері олардың сырын мағынасын тапқысы келді. Бұны көп ғалымдар оқи алмаған. Жарайсыңдар. Рахмет. Көп рахмет қыздар. Енді келесі кім келеді? Амина келе ғой. Қыздар, белсенді қатысайық сабаққа. Көтерілген мәселе 1893 жылы қарашаның 25 күні Томсон алғаш рет көне түркі жазуын кілтін тауып, ғылым әлемінде айрықша жаңалық ашты. Себептері әр ғалымның зерттеу нәтижелері әртүрлі болған. Ал Томсон алғаш рет көне ескерткіштерді тапқан болатын. Менің пікірім, осыдай 26 жыл бұрын көне ескерткіштер табылған болатын. Өте жақсы, жарайсың. Рахмет. Қане қошемет етіп. Келесі. Келе ғой. Бізде көтерілген мәселе 1893 жылы 25 қарашада Томсон алғашқы түрік жазбаларын оқыған. Өте жақсы. Оның себептері, сыры, мағынасы белгісі келді. Өте жақсы. Өз пікірлеріңіз? Және де оны руны жазу деп атаған. Тапқан адам Страленберг. Мағынасы сыры ашылмаған. Біздің пікіріміз, бұл жазбаны көптеген ғалымдар ашқысы келген, бірақ оқи алмаған. Жарайсыңдар. Отыра ғой. Жақсы балалар. Енді осы тапсырмамыз бойынша балалар бір-бірімізге кері байланыс берейікші. Қалай ойлайсыз?
ойлайсыздар осы тапсырма бойынша? Кім белсенді болды? Пікірін жақсы жеткізе алған оқушылар бар ма? Қалай ойлайсыздар? Нұралы? Иә, үшінші қатардан Назира мен Айзат өздерінің пікірлерін еркін жеткізді. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысты. Өте жақсы, жарайсыздар. Тамирис? Менің ойымша екінші қатарда Мадина мен Нұралы жақсы өздері көрсетті, жақсы бәрін түсіндіріп бізге айтты. Өте жақсы. Тағы бізге демек үшінші қатардың оқушыларына кішкене белсенді қатысу керек, иә? Айзере? Менің ойымша екінші қатардан Алина мен Динас өзінің ойын еркін білдіріп айтты. Молодец, жарайсыз. Балалар, біз сонымен осы бейне материалды тыңдап отырып, орфографиялық норма бойынша қандай ерекшеліктерді байқадық? Қандай ерекшеліктерді байқадық біз? Қандай сөз таптары жиі кездесті? Айта ғой, Мадина. Жалпы есімді кездестірдік. Жалпы есімдер кездестірдік, иә. Оның қандай ерекшелігі бар? Арсен? Жалпы есімдер үнемі үлкен әріппен жазылады. Өте жақсы. Демек, жалпы есім деген не екен? Кім айтады балалар? Айдана? Жалпы есім дегеніміз жеке заттың құбылыстың атауы болатын сөз тіркесі. Жалпы есімге адам аттары, географиялық атаулар, діни атаулары, жануарлар атаулары жатады. Өте жақсы. Күрделі сөз кездестірмек пе? Бейне материалда күрделі сөздер кездесті ме жалпы есіммен бірге? Кездесті. Қандай күрделі сөздер кездестірдік? Қандай күрделі сөздер кездестірдік? Амина? Күлтегін. Тағы? Тоны көп. Калима? Өте жақсы. Тағы? Тағы қандай күрделі құрама атаулар кездесті? Болды ма ондай сөздер? Болған жоқ па? Ендеше балалар, күрделі сөз деген не еді? Ойланып отырғанымыз бар, осы жерде. Айзере? Күрделі сөздер кемінде екі елдан да көп дара сөздер құралып, ырғақ жағынан бірыңғай, лексика-семантикалық жағынан біртұтас, лексика-грамматикалық жағынан бір бүтін тұлға болып бірлесіп, тұрақталған құрама сөзді айтамыз. Ендеше бүгінгі сабағымызда кездескен күрделі сөздерді тағы бір рет атап шығайықшы. Түбірлермен. Қане? Тоны көп, күлтегін, Альон Енисей, тағы? Сарыөзек, Жетісу, Талдықорған, Сарыарқа. Өте жақсы, жақсы балалар. Енді балалар осы жалпы есімдердің барлығы бағана бас әріппен жазылады деп Әрсен айтып кетті ғой. Бас әріппен тағы қандай жалпы есімдерді жазамыз? Бас әріппен жазылатын тағы қандай сөздер білесіңдер? Айтыңыздаршы. Адам есім. Айзере? Бас әріппен жазылатын күрделі құрама атаулар, халықаралық ұйымдардың аттары, жеке мемлекет ретіндегі республика аттары, мемлекеттік мекемелердің жоғары ұйымдардың күрделі атаулары, жоғары дәрежелі қызмет атаулары мен берілген атақтардың әр сөзі бас әріппен жазылады. Бас әріппен жазылатын сөздер мысалы Теміртау, Айболат, ең жоғары мемлекет қызмет ететін атаулары президент әкімшілігі, мемлекет республика жоғары мекемелер мен ұйымдастырылатын күрделі атаулары. Қазақстан Республикасы қысқарған сөздер БО, ТМД. Мекемелер білім орындарының күрделі атауларының бірінші сөзі Қазақ ұлттық университеті. Кітап, газет, журнал аттары айқа басу арналады. Осылар бас әріппен жазылған екен. Өте жақсы. Енді балалар осы екінші оқу мақсаты бойынша кері байланыс жасап жіберейік. Қазір мен сіздерге бірнеше сөздер айтамын. Сол бойынша сіздер жазылым жұмысын жасайсыздар. Сонымен адам атауларына 5 сөз жазамыз. Тездетеміз. Адам атауынан 5
сөз. Жер атауынан 5 сөз жазамыз. Географиялық атаулардан 5 сөз жазамыз. Яғни жер, су аттары, географиялық атаулар картада кездесетін. Шығарма атауларынан 5 сөз жазамыз. Жазып болғанымыз тез қолымызды көтермейік. Қане, кім оқиды? Үлгеріп па? Нұралы. Адам аттары. Марат, Нұрислам, Нұржан, Еркежан, Раяна. Тек қана адам аттары дегенде адамның есімдерін ғана емес, олар тегінде бас әріппен жазамыз, Өте жақсы, ары қарай. Аспан денелері: Юпитер, Марс, Нептун. Өте жақсы. Келесі, тағы кім оқиды балалар? Ердана. Қандай жер су аттарын жаздың? Айта ғой. Жер су аттары: Талдықорған, Сарыарқа, Алматы, Астана. Өте жақсы, жарайсың. Тағы. Амина. Адам аттарынан Культивен, Томукок, Томпсон, Страленберг, Ядринцев. Өте жақсы. Жер су аттарынан Іле, Жетісу, Каспий. Өте жақсы. Ал шығарма атауларынан кім жазды? Шығарма атауларынан Мадина. Абай жолы. Абай жолы. Қалай жазамыз Абай жолын? Бас әріппен. Бас әріппен Жазылады. жазамыз. Менің атым Қожа, бас әріппен жазылады. Өте жақсы. Ендеше балалар, біз сабағымыздың соңында түркі әлеміне саяхат әдісі бойынша өзіміздің білгенімізді ортаға салып қорытындылап көрейік. Сонымен біз өзіміздің, яғни қатарымызда топта зерттеушіміз бар, саяхатшымыз бар және тілшіміз бар, Қазір әр қатардан бір тілші, бір саяхатшы, бір зерттеуші өздерінің зерттеулері туралы, жазбалары туралы ойын бөліседі. Сонымен кімнен бастаймыз? Зерттеуші өз жұмыстарын немесе ашқан жаңалықтар бойынша есеп айтады. Қане зерттеуші? Зернас? Біз бүгінгі сабақта көне түркі жазулары жайында көп білдік. Және де ежелгі түркі жазбаларын көне ескерткіштерге қашап жазғаны, Күлтегін жыры жайында мәлімет алдық. Көне түркі жазуын Томсон ғалымының өзі жазғанын білдік. Және де Томсон ғалымы тасқа қашалған жазуларды түркі жазуы деп дәлелдегенін білдік. Жалқы есімдер мен күрделі сөздерді білдік. Өте жарайсыңдар. Келесі, саяхатшы. Не айтар екенбіз? Көне түркі жазбаларының 85-ке жуық, олардың ішінде кішігірім де бар, және өте ұзақ мәтін сақтылар бар. Кішілері 1-2 жолдан, ал мәтін сақтылары 10-15 жолдан да тұрады. Оның өзі үшке бөлінеді. Біреуі 732 жылы, біреуі 735 жылы, біреуі Тонгукке арналып жазылған. Өте жарайсың. Тілші не айтар екен? Мына қатардан тілші. Біз бүгін куә болған жайлар ол швед офицері Стралы Ойленберг өзі тапқан түсініксіз тастардағы жазбаларды руна жазбалары деп атағанын, және бізде Томсон өзі алғашқы түркі жазбаларына оқыған ғалым түрік сөздерін оқыды. Солар туралы біз куә болдық. Ендеше бүгін балалар сабақта сөйлемеген оқушылар бар, осы сабаққа біз кері байланыс берейікші. Бүгін мен әдісі бойынша кері байланыс берейік. Есеп сақтауға тұрарлық. Мен бүгін осы сабақтан көптеген мәліметтерді өзім білмеген есімде сақтадым. Олар өте қызықты болды маған. Мен білгім келетін зат, үйге барып мен осы ескерткіштер туралы тағы да мәлімет білемін. Мен бұрыннан білетін. Біз ана сабақтан, әдебиет сабағында
осы ескерткіштер туралы өткенбіз, ал осы сабақта біз оны терең оқыдық. Сіз жаңадан үйренген. Мен жаңадан үйренгенім ескерткіштегі жазулардағы тапқан жырларды, оларды қай жақтан тапқанын және олардың атауларын білдім. Өте жақсы. Келесі тағы кім кері байланыс береді? Сөйлемеген оқушылар. Камила, келе. Есте сақтауға тұрарлық. Ол күлтегін қай жерде табылған, басқа ескерткіштер қай жерде табылғандары білген маған өте қызық болды. Сіз білгіңіз келетін. Мен күлтегін жыры туралы толығырақ білгім келеді. Сіз бұрыннан білетін. Бұрын мен көне ескерткіштерді білетін, былай бар екенін білетін. Сіз жаңадан үйренген. Мен ол Орхон Енисейдің не екенін, ол жерде қандай ескерткіштер табылғанын білдім. Өте жақсы. Қане балалар, кері байланыс берген балаларға қошемет береді. Тағы кім айтқысы келеді? Келе ғой Асим. Бүгін біз есте сақтау туралылықтан Орхон Енисей жазба ескерткіштерді білдік. Сіз білгіңіз келетін, мен білгім келетін, осы сабақтан зерттеуші өз жұмыстарын немесе ашқан нәрселерден білгім келеді. Сіз бұрыннан білетін, мен бұрыннан білетін, біз қазақ әдебиетте түрік ескерткіштерді және де басқа да жырларды білгенбіз. Сіз жаңадан үйренген. Мен жаңадан үйренген. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жаңадан өткен тақырыптарымызды үйреніп танысқымыз келеді. Өте жақсы. Жарайсыз. Отырады. Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біз бүгін үйге барып не істейміз? Бүгін тақырыпты тереңірек біліп оқып келеміз. Оның ішінде түркі қағанат дәуірі әдебиетіне жататын Орхон Енисей жазбаларын не істейміз? Қарастырамыз. Қазақ жазуының тарихын оқимыз. Және екінші, үшінші сабақтағы 5-ші тапсырманы жазбаша орындайсыздар. Рахмет.